маған артқан жоғары сеніміңізді ақтауға бар күшімді саламын деп өзім білдіремін. Құрметті депутаттар, менің кандидатурамды қолдағандарыңыз үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Өздеріңіз білетіндей, мемлекет басшысы еліміздің экономикасы мен әлеуметтік саласын дамыту бағытында бірқатар ауқымды тапсырмалар берді. Аталған тапсырмалардың барлығы мүлтіксіз орындалады. Бұрын-соңды болмаған сын-қатерлер дәуірінде зор экономикалық серпіліс жасауымыз керек. Халықтың әл-ауқатын арттыру мақсатында үкімет батыл әрі тиімді қадамдар жасайтын болады. Өңдеу саласын жедел дамытуға баса мән беріледі. Мұнай-газ және көмір химиясы, металлды терең өңдеу, машина жасау, автобөлшектер шығару, яғни жоғары деңгейде өңделген өнім шығаратын салаларда барынша дамытамыз. Отандық өндірісімізді ынталандыруға бағытталған нақты шаралар қабылданатын болады. Реттелетін сатып алу шеңберінде Қазақстанда жасалған тауарлардың үлесін арттырып, отандық өндірушілерді қолдау мақсатында офтейк жүйесін толық іске қосамыз.